Бақытгүл Омарханқызы, жалғастыру теңіз. Қайырлы күн. Назарбаев зияткерлік мектебінің жанында Қаракөл сақшылары деген бізде волонтерлар клубы құрылған. Ол клубтың мақсаты өңірдегі экологиялық мәселелерді шешуге өзіндік үлес қосу. Мектеп ашылғалы бері, яғни 2015 жылдан бері үздіксіз Қаракөл көлдің мониторинг жасауда, зерттеу жұмыстарын жасауда. Жылдың әр мезгілінде оқушылар барып, сол жердегі өзінің мектептегі бізде паспорт дейтін ақпарат бар, сол арқылы теңіздің көлдің суын, бұл жердегі құстардың түрлерін, мінез құлқын зерттеп санақ жұмыстарын жүргізуде. Енді мына мәселеге бізде немқұрайлы қарай алмай, жұмыс тобына және қоғамдық комиссия мүшелігіне ендім. Мен өзім химикпін, химик ретінде сынамаларды тәуелсіз эксперт ретінде біз жекелеген зертханаға бердік. Бүгін ертең нәтижесі дайын болып қалады, оны қосымша хабарлаймыз. Және өзіміз 2 рет барып құстарды санадық. Биылғы құстар өте көп. Былтырғы жылы Қаракөлдің маңайы қатқан болатын. Декабрьдің ортасында тағы да қатты су, аяз болғаны бәрімізге мәлім. Сол қатты аяздың әсерінен балапандардың иммунитеті әлсіз ғой, олар әлі бұл жерге бейімдемеген, сондықтан оларға қоректіктерін уақытылы алынмағандықтан иммунитеттері әлсіреп осындай құс тұмауына жұқтырды, құс тұмауына ұшырады деген болжам бар менде. Біз енді әлі зерттеу жасап жатырмыз. Зерттеудің қорытындысын қосымша жұмыс тобымен бірге қоғамдық комиссия ретінде сіздерге хабарлаймыз. Және де 2 жыл бұрын өздеріңіз білесіздер, теңіз жағасында қонақ үйлерден ағынды суларды да әлеуметтік желіде кеңінен тарады. Сол рейсіз қонақ үйінен бөлінген белгісіз суларды да зерттеуге инициатива бердік. Осы жолда біздің қоғамдық комиссия экология департаментіне ұсыныс білдіріп, арнайы топ жасап, заңды түрде тексеруде. Онда нәтижесі сіздерге қосымша хабарлаймыз. Яғни біздің клуб осындай мектептің табалдырығындағы оқушылардың балабақшадан бастап экологиялық мәдениеттің қалыптастыру мақсатында, және де бір клубтың негізгі бір ерекшелігі мақсаты миссиясы деп айтсам, біздің өңірде малматар жоқ. Өздеріңіз білесіздер, кеше Алматыдан келген орнитологты бүкіл халық күтіп отырдық. Неге біздің өңірде экологтар жоқ, орнитологтар жоқ, неге зоологтар жоқ деген мәселе бізде бар. Сондықтан сол маңайда бөлек жұмыс жасап жатырмыз.